Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін бауыр тортын дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, сіздермен бірге ұл болсын. Ең бірінші бауыр менде осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Себебі оны қазір ет тартқыштан өткізген кезде бізге ыңғайлы болу үшін сіздерде блендер болса, содан да өткізсеңіздер болады. Осындай дайын болған массамыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, және де сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды араластырып саламыз. Ең соңында және де сұйық майымызды қосып, барлығын араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен ұнды екіге бөліп салып отырып араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Осындай массамыз дайын. Енді қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құямыз, дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға массамызды құйып пісіріп аламыз енді. Егер сіздерде құймаққа арналған арнайы таба болса, соған пісірсеңіздер болады. Қақпағын жауып 5 минутқа қоямыз. Және де беті қоңыр болып, тесік-тесік болса, аударамыз деген сөз. Екінші жағын аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Қақпағын жауып пісіріп аламыз. Мінеки дайын болды. Осылай барлық бауырымызды, массамызды пісіріп аламыз. Осындай 7-8 осындай шығу керек бізде. Енді достар, салмасын дайындаймыз. Салмасы өте оңай. Сәбіз және де жуамызды қуырып аламыз майға, кішкене тұз араластырып. Және де майонезімізді дайындаймыз. Оған 2 тіс сарымсақты осылай турап дайындап қоямыз. Екеуін ғана араластырып, және де біздің күлшелерімізді екінші бір ыдысқа жинай бастаймыз. Осылай бірінші майонезді жағамыз, барлық шетіне тиіп шығатындай. Одан кейін салмасын саламыз. Салмасы жаңағы сәбізбен жуа ғана. Осылай барлығын кезек-кезек дайындап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай үсті-үстіне қойып күлшелерімізді жинап шығамыз. Бірінші майонезімізді жағамыз, одан кейін салмасын саламыз. Бауырдан жасалған біздің тортымыз керемет дәмді дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет. Енді кесіп ортасын көретін боламыз. Өте оңай, жұмсақ кесіліп жатыр. Достар, гемоглобиндеріңізді көтереді. Өте пайдалы, адамның ағзасына жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!